Бүгінгі бізде хайп тақырып. Мемлекеттік мекемеде жұмыс істейтін госслужащий тендерден пайда тауып жатыр. Қалай? Госслужбада жұмыс істейтін адамдарға қандай да бір кәсіппен айналысу тыйым салынған. Бірақ біздің мемлекетте көп мемлекеттік мекемеде жұмыс істейтін госслужащийлар тендерден пайда тауып жатыр. Сәлем, мен болашақ миллионерім. Маған жиі қойылатын сұрақтың бірі, мен госслужбада жұмыс істеймін, маған қандай да бір кәсіппен айналысуға тыйым салынған, бірақ мен тендерден пайда тапқым келеді. Не істеймін? Қалай пайда табамын? Әрине, госслужбада жұмыс істейтін адамға қандай да бір кәсіппен айналысуға заң аясында тыйым салынған. Бірақ госслужбада жұмыс істейтін адамның туысқандарына тыйым салынбаған. Сондықтан да егер де сіз госслужбада жұмыс істесеңіздер, өзіңіздің туысыңызға ИП болмаса ТО ашып, тендерден пайда таба аласыз. Тендерлік кәсіппен айналыса аласыз. Бұл ешқандай заң шектеу жоқ. Мәселен, госслужба. Негізі госслужбада жұмыс істеп, кәсіппен айналысатын, енді менің ойымша барлығы білетін шығар, көп адамдар біледі. Госслужбадағы жалақы көп емес, оған бір үй алып, болмаса жақсы автокөлік алу мүмкін емес. Көбісінде жалақы жоғары емес, бірақ бұл кісілер былай қарасам дәулетті, бір кәсіппен айналысады. Бұнда себеп өте қарапайым, себеп бұл кісілерге өздеріне тыйым салынған, бірақ олардың туыстарына тыйым салынбаған. Демек, олар компанияның өз атына емес, өзінің туысына, болмаса досына, болмаса жақынына ашады. Ашады дағыны кәсіпті дамытады. Сіздер, мәселен, тендерлік бизнесті қарастыратын болсақ, егер де госслужбада жұмыс істесеңіз, компанияны өзіңіздің туысыңызға ашасыз. Ашып, тендерге қатысып, пайда таба аласыз. Мінекей, осылай. Егер де бұл видео сізге пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып, біздің каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Және де комментарийға өзіңіздің қосымша сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Егер де толық консультация аламын десеңіз, WhatsApp-қа жазыңыз, біз сізге тегін толық консультация береміз тендерге қатысты. Ал мен сіздерді келесі видеода асыға күтемін. Және де үлкен өтініш, егер сіздерде көкейіңізде жүрген сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарийге жазыңыз. Мүмкін сіздің тақырыбыңыз біздің келесі видеомыздың тақырыбы болады. Кездескенше сау саламатта болыңыздар. Әрекетке берекет, әрекеттің түбі нәтиже, нәтиженің түбі береке.